Қабдеш Жұмадәлұлының «Жеті ата» әңгімесі. Жеті ата. Сонау бір жылдары Семей облысының бір ауданынан менің атыма жедел хат келді. Аудан болғанда біздің елден, біздің ауылдан. Жедел хатта былай делінген: жақыннан бері біздің елдегі ағайын арасында бір үлкен дау болып тұр. Біздің арамыздан шыққан оғымызды білімпазымыз сенсің ғой. Мүмкіндігің болса ауылға келіп, дау-дамайдың түйіншегін шешіп қайт деп, соңында мені құрметтейтін туыстардың бірі қол қойыпты. Сөз ләміне қарағанда, ондағылар төтенше қайғы-қасіреттен, өлім-жітімнен аман сияқты. Дау-дамай дейді. Не жетіспей қалды екен оларға? Ел жаққа бармағалы да 2-3 жылдың жүзі болып қалған. Шаруа басты болып, кезекті кітаптың үстінде отыр едім. Амал жоқ, барып қайтуға тура келеді. Сол күні Алматы-Семей пойызына билет алдым да ел жаққа жүріп кеттім. Алайда жол бойы бір сұрақ мазалап келеді. Алақандай ауылда өздері шеше алмайтындай қандай дау тууы мүмкін? Ұрлық, қарлық, ұрыс, керіс болса, сол жақта милиция, сот бар. Оларға менің не қажетім болды екен? Осындай жіп тағуға болмайтын әрі-сәрі көңілмен көздеген жеріме де жеттім-ау. Мен бетке алған елді мекен Аягөзден ары, Семейден бері теміржол бойындағы ауылдардың бірі болатын. Ауыл болғанда біздің туып өскен байырғы мекеніміз емес, 1962 жылы ұлы көшпен бірге келген. Сол жылы көктемде Шәуешек төңірегінен Қазақстанға 200 мыңдай адам өткен. Біздің елдің бір бөлімі осы ауданда қоныстанып қалғанды. Арғы беттен қопарыла қозғалған 7 зәңгі, 4 уыл мұнда келген соң, бір облысқа не бір ауданға сияма? Шекара бойындағы 3 облысқа бөлініп, әр совхозға 50-60 үйден тартылып кеткенді. Жұптарын жазбай топтана көшкен бір зәңгі ел Қараменде мен Жұмақатаңа осы мен келе жатқан Жарма ауданы бұйырыпты. Зымырап өтіп бара жатқан заман, міне содан бері де 10 неше жыл аттай шауып өте шығыпты-ау. Мен Алматыдан шығарда қай пойызбен келетінімді айтып жедел хат жібергенмін. Мені жақсы білетін 2 жас жігіт Жигули машинасымен келіп пойыздан қарсы алды. Аман сәлемдері түзу, қабақтары жадыраңқы. Соған қарағанда білендей алып жұлып бара жатқан ештеңе жоқ сияқты. Ауылдарың аман ба, сендер дауласып бүлініп жатыр дейді ғой. Не болды аяқ астынан, дедім жас жігіттерден сыр тартып. Жай, шалдардың істеп жүргені ғой, дейді әлгілер ыржалақтап күліп. Ауылдарында болып жатқан оқиғаға жастардың разы еместігі сезілді. Содан ары мен де сұрамадым. Сол беті бір кезең астындағы ауылға да келіп қалдық. Мұнда да бір бейбіт тірлік. Адамдардың қас-қабағынан жабырқаған ештеңе байқалмайды. Менің келетінімді біліп, ауылдың біраз үлкендері аулада күтіп тұр екен. Бір талайдан көріспеген ағалар мен жеңгелер шұрқырай қарсы алды. Өң шырайлары ашық жарқын, менің келгеніме қуанып қалғандары байқалады. Туыстарымен қауқыласып, аман сәлем жасаған соң бәріміз үйге кірдік. Бұл маған аталас туыс болып келетін Қалибектің үйі. Жаңадан қора жай салған екен. Бөлмелері мол, қонақ күтетін залы кең, терезелері самаладай ашық. Еңселі үй. Бұлар әлі үстел орындыққа көше қоймаған. Төрге текемет оюлы сырмақ жайып, оның үстіне көрпе төселген. Соған жайғасып болған соң туыстар тағы бір рет хал жағдай сұрасып, тиіп қашып тіл қатысты да тосырқағандай тоң-торыс отырып қалды. Ауыл адамдары асықпайды. Үйге келген қонақтың бұйымтайын бірден сұрамай аттанарда бірақ сұрайтын сол баяғы әдет. Бүгінгі отырысқа ес қатысы жоқ, басқа ұсақ-түйек бірдеңелерді сөз қылып отыр. Өзімнің мұнда неге келгенімді біле алмай, тықыршып отырған мен де шыдай алмай кеттім. Ал ағалар, бұл не жағдай? Тез келіп қайт деген жедел хатта алысымен көңілім күпті болып, тағат таппай тездетіп келген бетім осы. Не боп қалды, тыныштық па әйтеуір? Дедім отырғандарға жағалай көз тастап. Менің сұрағыма аз-кем үнсіздіктен кейін үй иесі Қалибек жауап берді. Бұл күнде елудің ішін мол аралаған
Қызыл шырайлы сұлу қара мұртты ағамыз арғы бетте ерте атқа мініп ел басқарған кісі. Ауылымызда бәлендей бүлініп қалған ештеңе жоқ. Әйткенмен сен араласпасаң болмайтын бір шаруаның шығып тұрғаны тағы рас, деді ежелгі сырбаз мінезімен асықпай байыппен сөйлеп. Былай қарасаң, ағайын жұртты тойға шақырып қуанышты бөлісетін ақ жағдай. Амал не, өзіңді тойға емес дауға шақырып отырмыз. Қысқартып айтқанда мәселе былай, деп бастады да бастарына түскен жағдайды аз сөзбен баян етті. Қалибектің кенже ұлы Қажыбек әскерге барып келген соң ауданда шопыр болып, автобазда қызмет істеп жүреді. Мінезі орнықты, жұмысқа шөгел, ешкіммен қақ соғы жоқ, тәртіпті жігіт таяуда осы ауылды тұтқиыл дүрліктірген. Онда да ел шошитындай бұзақылық іс емес. Кешке қарай аудан орталығынан бір қызды алып қашып келеді ғой. Бұрыннан уәделері бар ма, қалай? Қызды өзі айдап жүрген жүк машинасының кабинасына отырғызған да ауылға тартып отырған. Ауыл жастары мәре-сәре. Әйелдер жас келінге шашу шашып, басына жаулық жауып, босағадан оң аяғымен аттатып, ішке кіргізіп әкетеді. Ешқандай зорлық, жылап-сықтау жоқ, қалыңдықтың өзі мәз болып күліп жүр дейді. Әйткенмен, алғашқы апсап басылған соң, үлкендер жас келінді оңашалап жөн сұрамай ма? Атың кім айналайын? Айт бала, қай ауылдансың? Скотовод совхозынан. Қажыбектің бұрыннан білетін бедің? 2-3 ай болды танысқанымызда. Мен ол істейтін автобазада бухгалтермін ғой. Сонда жүріп таныстық. Жөн. Скотоводта кімнің қызысың айналайын? Қасым деген шопанның. Қай Қасым? Дейді Қалибек осы арада әлденеден секем алып. Қыз аз кем ойланып қалады. Білмеймін, әйтеуір арғы беттен келгендер Қиықбайдың Қасымы дейді ғой менің әкемді. Қап, Құдай ұрды. Осы араға келгенде Қалибек санын бірақ соғады. Әй, естідіңдер ме, мына айт балам өзіміздің Қиықбайдың Қасымының қызы екен, дейді жиналғандарға әлде бір қайғылы хабарды естірткендей. Енді қайттық, мынаны Қасым естісе бізді өлтіреді. Абыр-сабыр лезде басылып, ауыл адамдар не істерін білмей аңтарылып қалған. Сендердің мұнда келгендеріңнің үй ішін біле ме? Дейді әлдекім қызға сұрақ қойып. Жоқ, білмейді. Әке-шешеме айтайын деп едім, Қажыбек қой, артынан бірақ көреміз деп айтқызбаған. Әй бәсе, жүрегім бірдемені сезіп еді-ау, деді Қалибек жанын қоярға жер таппай. Өздерің қараңдаршы, мына айтбала Қасымның әйелі Күлшайдан аумайды ғой. Міне, бұлар үшін шешілмес дау осы арада басталған. Қайтпек керек. Дереу ауылдағы үлкендер жиналып кеңес құрады. Істің бұлай қиынға айналып тұрған себебі Қалибек пен Қасым Төртуыл ішіндегі Қараменде дейтін бір ғана рудан. Өз ішінде ақ кісі және табылды болып екі атаға бөлінгенмен өзара қыз алыспайтын жақын ағайындар. Сол арада ақсақалдар саусақтарын бүгіп, ақ кісі мен табылдыдан тарайтын аталарды ал кеп санасын. Жоғарыдан төмен қарай да санап көрді, төменнен жоғарыға қарай да санап көрді. Бірақ қанша рет санаса да Қалибек пен Қасымның арасы 6-дан аспайды. Оны былай қойғанда бір Қарамендінің баласы бір-бірінен қыз алысты деген не сұмдық. Үлкендер ақылдаса келе әлі шешім құлақтанбай тұрғанда айт баланы аудан орталығына қайтадан апарып тастайық дескенді. Бірақ үлкендердің бұл шешіміне Қажыбек үзілді-кесілді қарсы болды. Жеті аталарың өз алдыңа. Біз енді өлсек те бір-бірімізден айырылмаймыз деген шорт кесіп. Егер бізді бұл шаңыраққа енгізгілерің келмесе, айтбала екеуміз чамаданымызды аламыз да басқа бір облысқа тартып отырамыз. Жастармен санаспасқа тағы да амал жоқ. Әйтпесе қызу қанды Қажыбек бірдемеге ұрынып қалама деп қорқады. Сонымен бұлар әзірше қыз бен жігітті бір-біріне қоспай бөлек бөлмелерде ұстап отырған көрінеді. Қорытып айтқанда біздегі жағдай осындай, деді Қалибек сөзін аяқтап. Қазір ауылдағы жастар бір жақ, үлкендер бір жақ. Жастар махаббатқа жол ашық дейді. Үлкендер халқымыздың салт дәстүрін аттамаймыз. Арамыз әлі 7 атаға толған жоқ дейді. Айтса біраз жерге барыстық.
Біздің елде озып оқыған, көп білетін ауды дуала азаматымыз өзіңсің ғой. Осы даудың төрелігін айтып, біздің бір адаспайтын тура жолға салып кетті. Бұл істен Қасым ағаларың хабар тапты ма? Дедім, ол жақтың нендей ойда екенін білгім келіп. Әй, солар әлі хабарсыз жатқан болар-ау, деді үлкендердің бірі болжам айтып. Қасым байғұс білсе, ендігі өкіріп, бақырып жетсе керек еді. Сенің келетініңді білген соң Қасымға кеше кісі жібергенмін, деді Қалибек маған қарап. Онда да іс мәнісін анық айтпай, ақылдасатын шаруа бар, біздің ауылға келіп қайтсын, деп қана сәлем жолдадым. Амандық болса, бұл да бүгін келіп қалар. Жаңа бір малға бата жасалған. Соның арасынша дастархан жайылып, шай құйыла бастады. Шай үстінде де уақытты босқа жібермей, ақ кісі мен табылдыдан тарайтын аталарды қайтадан санай бастадық. Қалай санасақ та сол баяғы алтата, 7-ші буын Қажыбек пен Айтбаланың өздері екен. Бірақ олар ұл үйлендіріп, қыз ұзатқанша атаға саналмайды. Қазақ салты бойынша тек 8-ші атада ғана құдаласуға рұқсат етіледі. Сонымен үлкендердің аужайын түйдік. Менің енді қыз бен жігітті көргім келіп еді. Онда мен Қасым аға келгенше жастармен сөйлесіп көрсем қайтеді, дедім, шай дастарханы жиналған соң үй иесіне тілек білдіріп. Оның жөн негізгі даугер сол жастар ғой, деді Қалибек мені қостан. Біраздан кейін қыз бен жігітті бір оңаша бөлмеге шақыртып алдым. Менің үстіме алдымен Қажыбек, сонан соң Айтбала кірді. Екеуі де қарасаң көз тоймайтын өрімдей жастар. Қажыбекті кішірек кезінде бір көріп едім. Қазір ұзын бойлы, қол аяғы серейген алпамсадай азамат. Әкесіне тартқан сұлу өңді сүйкімді жігіт болып өсіпті. Қыздар ғашық болса болғандай. Ал Айтбала, ол да түр тұлғасы шешесі Күлшайға келетін сұлу. Сұңғақ, әсем бойжеткен. Ұзаса 18-19 жас шамасында. Мектепті бітірген соң бір жылдай бухгалтерлік курстан өтіп, қазір аудандық автовазда есепші көрінеді. Жастардың осы ауылға келген соңғы 4-5 күнде көріскені осы болар. Екеуі бір-бірімен бірі сүйсе жаздап, құшақтарын жазбай қол ұстасып қатар отырды. Бұлар менің келгенімнен хабардар сияқты. Бізді бұл азаптан бір құтқарса, осы кісі құтқарар дегендей жалыншы көзбен жапақтап қарай береді. Қажыбектің тағаты әбден таусылған секілді. Мен сұрақ қоймай-ақ сөзді жігіттің өзі бастап кетті. Аға, сіздің келгеніңіз қандай жақсы болды. Біз мына Айтбала екеуміз бір-бірімізді ұнатып қосылуға бел байлағанбыз. Осындағы шалдар жетата дей ме, әлде қыз алыспаған ағайынбыз дей ме, қайдағы пәлені ойлап тауып бізді бір жұмадан бері қамауда ұстап отыр. Шалдарға түсіндіріп айтыңызшы, біз бәрібір қосыламыз. Енді бізге шегінетін жер жоқ. Қажыбек осы сөздерді жаттап алғандай бір демде айтып шықты. Сен де солай ойлайсың ба? Дедім мен енді Айтбалаға қарап, қыздың әдемі ақша жүзіне арай жүгіріп. Сәл қызарып кетті де, біздің ойымыз да мақсатымыз да бір ғой аға, деді төмен тұқыра сөйлеп. Араларыңда күш көрсету, қорқыту, зорлап алып қашу сияқты әдепсіздік болған жоқ қой. Құдай сақтасын аға, біз өз еркімізбен қосылған жандармыз, деді Айтбала әлгіден гөрі батылдау тіл қатып. Мен әрине сендерге тілектеспін, дедім жастарға қарап. Бірақ сен, Қажыбек, шалдар жетата деген пәлені ойлап тапты дегеніңді қой бұдан кейін. Ол осы ауылдың шалдары ойлап тапқан пәле емес, халқымыздың 1000 жылдан бері жалғасып келе жатқан салт дәстүрі. Оны үкімет те ешкім де бұза алмайды. Санап көрдік, сендердің араларың әлі жетатаға толмапты. Екеулерің одан да үлкендерден кешірім сұрап, бір жолға қайырым етуін тілеңдер. Сендердің тағдырларыңды басқа емес сол шалдар шешеді. Соны айттым да жастарды босатып қоя бердім. Аңдып тұрған адамдар екеуін екі жаққа алып кетті. Мен үлкендер тобына қайта келіп қосылдым. Я, қалай болды? Дегендей бәрі менің бетіме қарайды. Жастар өз уәделеріне берік, дедім мен жауап күткен ауыл адамдарына қарап. Қосыламыз деген сол баяғы сөздерінен қайтар емес. Үлкендер біздің білместігімізді кешіріп, осы жола бізге рұқсат етсін дегенді айтады.
Онда не істейміз? Ендігі әңгімені Қасым келген соң бірақ жалғастырмаймыз ба? Деді Қалибек көпшілікке қарап. Етте пісіп қалған шығар, оған дейін далаға шығып бой жазып келгеніміз дұрыс болар. Бәріміз біртіндеп далаға шықтық. Мен мана пойыздан күн шығар-шықпаста түсіп едім, уақыт түске тармасып қалыпты. Бұл ауыл айнала қоршаған биік таулардың қойнауында болатын. Дәл іргеден Қандығатай мен Байжантасы бой көтерсе, сонау батыста Арқат таулары қалың береді. Шығыста Биесимас пен Қайрақты қыраттары. Қайрақтыда Ақтайлақ бидің кесенесі бар. Ол заманда бүгінгідей білместік болмайды ғой. Ал бола қалған күнде қазақтың ең соңғы ұлы биі Ақтайлақ мұндай дауды екі-ақ ауызбен шешер еді. Ал біздің түріміз мынау. Ойдағы, қырдағымыз жиналып, болымсыз шаруаға бола бір бәтуаға келе алмай отырмыз. Биліктен бедел, ауыздан дуа кетті деген осы. Біз үйге кіріп отырар-отырмаста сырттан дабыр-дұбыр дауыс естіліп, әлде кімдердің келгені байқалады. Бұл келген қыз әкесі Қасым еді. Бұлардың әзірше алыс-жуық ағайынға айтпай қоя тұрамыз, білдірмейміз дегені бекер. Тәйірі ауыл арасында сөз жата ма? Қасым бәрін естіп біліп келе жатқан секілді. Қалибек пен Қасым түйедей құрдас. Арғы бетте құлын тайдай тебісіп бірге өскен адамдар ғой. Екеуінің арасында жарастықты әзіл қалжыңдар болушы еді. Енді не десетіндері белгісіз. Міне қазір де Қасым сонау кіреберістен бастап сөйлеп келеді. Әлгі Қалибек қуқайда біреудің баласын ұрлап алып келіп інге тығылған суырдай түк білмеген сірп жатыр ма үйінде? Көрсетейін мен оған деп бала ұрлағанын қандай болатынын. Қасым дембелше келген палуан денелі бұжырлау қара кісі болатын. Аузы сөзден босамай ішке кіріп келді де алдына самсап тұрған адамдарды көріп аңырап тұрып қалды. Қол қусырып, қалбалақтап алдынан шыққан Қалибекке қараған жоқ. Тұра тұр, сенімен сөз басқа деп ұсынған қолын қағып тастады да төр жақта тұрған маған қарай бет алды. Келе құшақтап беттен сүйіп жатыр. Сен де келіп қалғансың ба, қол-аяғың сау, бала-шағаң аман ба деп есен-саулық сұрасып алған соң аяқ астынан көңілі босап, еңкілдеп жылап жіберді. Міне көрдің бе, сен жоқта жаман ағаңды кім көрінген басынады, баласын ұрлап әкетіп, ірге күш көрсетеді. Соның арасынша үйдегілер жан-жақтан кеу-кеулеп басу айтып, Қасымды төрдің төбесіне зорға отырғызды. Қасымның мені көргенде көңілі босап мұң шағатын себебі екеуміз де Қарамеңденің табылды тармағынанбыз. Арғы бетте ауылымыз аралас, қойымыз қоралас бірге отырушы еді. Көңілі босауына тағы бір себеп, жаңа құшақтасқанда байқадым, Қасекең ашу үстінде аздап ішіп алған секілді. Сөзге енді Қалибек араласты. Сен, Қасым, өкпен қабынып, желікпей тұра тұр, деді арадағы аз үзілістен кейін ес жия бастаған үй иесі. Әзірше бүлінген ештеңе де жоқ. Екі бала білместікпен осында келіп қалған екен. Айт баланың сенің қызың екенін осында келгенде соқ бірақ білдік. Содан бері екеуін бір-біріне жолықтырмай бөлек үйлерде қамап отырмыз. Не істемек керек, ақылдасайық. Міне өзің келдің. Мына жазушы ініміз де сонау Алматыдан сол үшін келіп отыр. Бұл бәріміздің басымызға түскен ортақ әңгіме. Сен, Қасым, құрдан құр даурықпай бізге ақыл қос. Не істейміз бұл екі ақымақты? Екеуін қосамыз ба, әлде көз жастарына қарама айырып жібереміз бе? Бұл кезде істің байыбына барған Қасым да біртіндеп сабасына түсе бастаған. Әйтеуір зорлап әкелген жоқсыңдар ғой. Қызым өз ризалығымен келіп пе, мен Айтбаламен сөйлесуім керек, деді сәл бәсеңдеп. Ойбай-ау, Айтбала ризалығымен келмесе, сол келген бетте қайтарып жібермейміз бе, деді Қалибек істің беті бері қарай бастағанын сезіп. Жастардың уәделері тастай берік көрінеді. Бізді енді өлім ғана айырады деп қасарысып отыр. Анық қой осы сөздерің. Анық, деді мен осы тұста әңгімеге араласып. Жаңа сіз келердің алдында мен екі жаспен оңаша сөйлестім. Екеу бір-бірін шын сүйеді екен. Бұлардың достасып бірге жүргендеріне бірнеше айдың жүзі болыпты. Олар өздерінің бір рудан екенін білмеген.
Қасым ағам осы тұста маған бір бүйірден қадала қарап сәл отырды да: айналайын бауырым, көңіліңе келмесін, осы былықбайға ең алдымен сен кінәлісің, деді Мәймөңкені білмейтін әдетімен. Ана жылы арғы бетте тып-тыныш жатқан елді қозғап Қазақстанға көшіріп әкелген сен едің. Біз сенің етегіңнен ұстап едік, бірақ осында әкелдің де қалың Төртуылдың тарыдай шашып жібердің. Қазір Төртуыл әулетінде осыған 3 облыста шілдің боғындай бытырап жүр. Жастарымыз кімнің бауыр, кімнің туыс екенін білмейді. Баяғыдай Барқыт белдің бүктерінде айрандай үйіп отырсақ, балаларымыз өстермеді. Енді не болды міне? Бір атаның баласы баба салтын бұзып, бір-бірімізбен құда болуымыз керек пе? Деді бар кінәні маған қарай аударып. Мына сөз маған тым ауыр тиді. Шекем де шытынай қалған. Бұл жалғыз Қасымның ғана көкейінде жүрген сөз емес, мына отырған ағайындылардың бәрі де солай ойлауы мүмкін ғой. Мәселенің басын ашып, түбегейлі жауап беруге тура келеді. Ата жұртқа көшіп келгеніңізге өкініп отырсыз ба, Қасеке? Дедім туысымның бетіне тура қарап. Баяғыда біреу қонағым өз үйінде де ойлай отырып деген екен, тым бәлсініп. Алдына келген асты ұнатпай шіреніп қалған қонағына. Сол айтқандай арғы бетте бір тілім нанға зар болып, коммунаның қазанына телмірген аш аламан күндеріңді ұмытып қалдыңдар ма? Тілге тек ауызға қақпақ қойған бір ауыз сөз үшін айдалып кететін күндерді ше? Қазір ондағы қазақтардың көрген күні бұрынғыдан да жаман. Басқаны былай қойып, бала табуға дейін шектеулі. Қазақ әйелдеріне 2 баладан артық тууға рұқсат жоқ. Байқамай жүкті болып қалған әйелге зорлап түсік тастатады. Уақытынан өтіп кетсе, іштегі баласын жарып алады. Біз бүгін ағайын арасында білместікпен адасып келген бір баланы сөз қылып отырмыз. Ал арғы бетке қазақтың дүниеге келетін жас төлін қанға бөктіріп, көктей орып жатыр. Мен соны айтып, сөзімнің әсері қалай болар екен деп отырғандарға жағалай көз тастадым. Біреулер шынында солай екен-ау дегендей бас шұлғыса, енді біреулер ештеңе естімегендей бедірейіп отыр. Я, ата жұртқа келген соң ағайындар әр тарапқа бөлініп шашырай қоныстанғанымыз рас, дедім сөзімді одан ары жалған. Төртуылға қарасты сондағы 30 мың шаңырақ бір аймаққа, не ауданға сия ма? Амал жоқ, әр совхозға 50-60 үйден бөлініп кеттік. Бірақ совет үкіметі көшіп келген жұртқа жаман қараған жоқ. Осы отырған барлықтарыңызды бір айдың ішінде жұмысқа орналастырып, 2 айда қолдарыңызға совет азаматы деген қып-қызыл паспорт берді. Балаларымыз тегіс оқуда, жастарымыз техниканың құлағында ойнайды. Мал баққан шопандардың табысы жаман емес. Үй басы жеңіл машина. Айтыңыздаршы, осы жаман ба? Арғы бетте жүргенде осындай тұрмыс түсімізге кіріп педі? Дедім туыстарымның бетіне қадала қарап. Қасеке, қазір неше балаңыз бар? 8-9 боп қалды ғой. Бірақ біздің үйдегі жеңгең баланың санын 10-ға апармай тоқтатпаймын деп отыр, деді ақкөңіл Қасым ағынан жарып. Міне көрдіңіз бе, арғы бетте жүрсеңіз осының бірде-бірі болмас еді, дедім ғой. Дедім айтқан сөзімнің нысанға дәл тиіп жатқанын сезіп. Соның арасынша төрге дастархан жайылып, алдыға ет тартыла бастаған. Осы елдің салтына бейімделіп, біздің ағайындар да ішімдікке үйрене бастапты. Етпен бірге көк мойын шөлмектер де келіп қалды. Бүгін алыстағы Алматыдан жазушы бауырымыз келді. Өзіміз де жақсы тілеудің қарсаңында отырмыз. Осы заманның төл асы ғой. Мынадан да аздап алып отырайық, деді үй иесі Қалибек мезіреті жасап. Жақпаушы еді деп бас тартқан бір-екеу болмаса, қалғандары тамақ алдында ащы заһардан тартып жіберді. Бұл аудан Делегеңдегі ядролық сынаққа тұс жақын. Мұндағы халық көбінше радиациядан қорғану үшін ішеді. Түскі астан кейін арадағы әңгіме қайта жалғасқан. Қалибек менің бетіме 1-2 рет жалтақтап қарап алды да: ал бауырым, біздегі жағдайды көріп отырсың, жастармен де ауыз-бауыз сөйлестің. Мына Қасым екеуміздің басымызға осындай шешуі қиын іс түсіп тұр. Біз ғана емес, саған бүкіл қазақ елі, дүние жүзі жақсы таныс қой.
осыған төрелігіңді айтып, біздің арадағы дауымызды бітіріп кет, деді өтініш білдіріп. Мен үшін жауапты іс енді туды. Не айтуым керек? Таразының бір басында бүгінге дейін ата салтын бұлжытпай сақтап келген ағайындар. Оларға сендер енді туыстықты қойып өзара құда болыңдар, деп қалай айтамын? Құдалық туыстықтан әлдеқайда алыс. Таразының екінші басында бірін-бірі шын сүйген жастар адал махаббат тұр. Ата салтын қатал сақтаймын деп сүйіскен жастарды қалай жылатасың? Қай жағына шығу керек? Шынымды айтсам, менің ықыласым жастар жағында. Көз алдымнан бір бастарына сауға сұрап, жазықсыз жаудыраған қыз бен жігіт кетпейді. Олар мына бетінде ақ батасыз да бас ауған жаққа қол ұстасып кете беруі мүмкін. Одан гөрі екі жақтың берекеге келіп табысқанын қалар едім. Бірақ соны үзілді-кесілді түйедей түскендей етіп айта салмай, алдымен бұл мәселеге шариғаттың қалай қарайтынын, басқа түрік жұрттарының құдалықты қалай шешіп жүргенін әңгімелеп алыстан орғыттым. Өздеріңіз білесіздер, ислам шариғатында құдалық кезінде 7 ата қарастырылмаған. Мәселен, Әзірет Әлі Мұхаммед пайғамбардың Әбу Талиб дейтін ағасының баласы, яғни немере бауыры. Соған қарамастан пайғамбарымыз сол Әзірет Әліге өзінің жалғыз қызы Бифатманы беріп отыр. Арабтарда әлі күнге дейін сол үрдіс сақталған. Тек арабтар ғана емес, қазақтан басқа бізбен тілі бір түрік халықтары да дәл солай шариғат жолымен келе жатыр. Мәселен, ұйғырлар, өзбектер, әзірбайжандар, Стамбул түріктері, емшек сүті араласпаса болғаны ағайынды адамдар бірінің қызы бірі ала береді. Шалатын палуанның бөксесі қисық келеді дегендей, мені қайда тартып бара жатқанымды қасымаға сезді-ау деймін. Сөзімді орта жолдан бөліп жіберді. Немере қарындасын алатын сол арабтарды да жетісіп кеткен шамалы ғой. Әлі күнге дейін бір-бірімен қырық пышақ болып соғысып жатқандар солар емес пе? Қасиетіңнен айналайын Мұхаммед пайғамбардың аруағы демесек, мен сол арабтарыңды ұнатпаймын, деді бір езулі қыжырта күліп. Сіз ұнатасыз ба, ұнатпайсыз ба? Мен сізге өзге халықтардың әдет-ғұрпын айтып отырмын, дедім Қасымның сөзімді бөлгенін ұнатпай. Ал дүниеде құдалық кезінде 7 атаны толық сақтайтын бір ғана ұлт бар. Ол біздің қазақ. Бұл керемет нәрсе. Ұлтымыздың бойындағы ең асыл қасиет, ұрпағың азбау үшін, қаның бұзылмау үшін 7 атаға дейін қыз алыспау өте қажет. Мұны қазір ғалым да мойындайды. Генетика ғылымы былай деп есептейді. Әке жағынан келгенде сенің қаның балаңда 50%, жарма анаңның ғана. Немереңде 25%, шөбереңде 12-де 5%, шөпшегіңде 6-да 25%, шөбелегіңде 3-де 12%, туа жатыңда 1-де 55%, жұрағатыңда 0,75%, ал 8-ші жамағатайыңда 0,35% болып қан туыстығы бітеді. Қазақтың тек 8-ші атада үйленуге рұқсат беретіні де содан. Ал мына Қажыбек пен Айтбала нешінші ата болып тұр, деді Қасым тағатсызданып. Оны біз манадан бері неше мәрте санадық, дедім мен сөзді ұзатпау үшін. Қажыбек пен Айтбалаға келгенде 6-шы ата бітіп 7-шісі басталады екен. Демек арадағы қан туыстығы бұлардың немере туғанда бітеді. Баяғыда қазақтар 8-ші атаға толғанда бір көк қасқаны айтып сойып, ұлан-асыр той жасап, ақсақалдар бата беріп алғашқы құдалыққа жол ашады екен. Ал Қажыбек пен Айтбаланың жетпей тұрғанда небәрі 2 ата ғой. Маған салсаңыздар 2 жастың білместігін бір жола кешіріп, қосылуға рұқсат еткеніміз жөн сияқты. Бірін-бірі жан-тәнімен сүйіп тұрған жастардың обалына қалап қалай жылатамыз? Дедім отырғандарға жағалай қарап өтіп. Әр тұстан мені қостаған сөздер естілді. Сол жөн ғой. 2 жасты бір-бірінен айырып жылатқанда не опа табамыз? Жастардың білместігін бір жолаға кешіріп батамызды берейік десіп жатты. Ол ақмақтарды біз кешіреміз-ау, ата-баба аруағы кешіре ме? Деді Қасым әлі де болса көңіліндегі күдігі тарқамай. Кешіреді. Аруақтар да ұрпақ қамын ойламас деймісің? Деді жастау жігіт тағы бір шөлмектің аузын ашып жатып. Келіңіздер, жаңа басталған құдалық үшін алып қояйық. Осы ұйғарымға басқалар да бір ауыздан келіп отырса керек. Алдындағы тыстарын лезде босатып қойды. Орта стакан арақты Қасым да тартып жіберген. Бірақ кенет түсі бұзылып, кемсеңдеп жылай бастағаны. Жұртым-ау, айтыңдаршы, осымен шынымен-ақ туыстығымыз біткені ме деп көпшілікке қарап.
Сонан соң есік жаққа отырған Қалибекке бұрылып: «Итай, бір ауылда бір жылы туған төледік, туыс едік. Енді сенің төріңде құда болып қалай отырам?» деп ал кеп еңкілдесін. «Тумай туа шөккірлер-ай, басқа қыз, басқа жігіт құрып қалғандай бізді ақыры осыған жеткіздіңдер ме?» Әйткенмен бұл отырыстың арты қуанышқа, тойға айналып кетіп еді. Жұрт кеу-кеулеп Қасымға бір ақсарбас ісекке бата жасатты. Ақ қой сойып, ақ бата беру деген осы. Тек арты қайырлы болғай. Ертеңінде мені Алматыға бет алған пойызға бір топ жастар шығарып салды. Сол топтың ішінде Қажыбек пен Айтбала да бар. Кешегідей емес, екеуі де гүл-гүл жайнап көңілді жүр. Жастардың түсінігінде ғашықтарға азаттық әперген мына мен сияқтымын. Бәрі дуылдап мені жүргелі тұрған пойызға көтеріп мінгізді. Ұзамай пойыз да орнынан қозғалып кеткен. Сермелген қолдар, қимас жүздер, бірнешеуі вагонмен жарысып келеді. Бірақ амал не? Ақыры сол екі жастың жолы болмады. Арада бір жыл өткенде Айтбала алғашқы баладан қайтыс болды да Қажыбек соның артынан көп ұзамай жол апатынан қаза тапты. Мен осы күнге дейін таң қалам. Бұл не сонда? Кездейсоқ бақытсыздық па? Әлде ата салтын аттаған жастарға жаратушының жіберген зауалы ма? Жалпы дана халқым жеті атаны өз салтына жайдан-жай енгізбеген шығар. Онда санаспаса болмайтын бір тылсым күш бар-ау сірә. Кейде мен осы некеге жол ашқаным үшін өзімді кінәлі сезінем. Бірақ менің ойымда ешқандай қаралық жоқ. Бар болғаны махаббатқа жол ашқым келді ғой. Өзіме соны ғана жұбаныш етемін.